Сіз өз жағдайыңызды айтып өтсеңіз, Сұңғат, неше жыл бұрын болды, қандай жағдай болды, қай жерде, қалай дегендей? Мінекей өткен жылы осы 22 жылдың 12 мамыр айында мен осы YDD заводында жұмыс істеп жатқанда ожог алдым. 2 адам ожог алдық біз. Сол 2 адамның біреуіне акты жасалады, екіншісіне акты жасалмайды да. Еңбек инспекциясы кінәлі болып, Тілеген Құлымбетов деген кісі, оның актысы дұрыс жаңағы соттың шешімімен қате жасалған болып есептеліп, қайтадан акты жасап, қазір сот міне 2 жыл болды, әлі жүріп жатыр. Сонда сіздерге ешқандай компенсация дегендей? Жоқ, ештеңе төленген жоқ. Енді өз ақшамызға, өз немізге, өзімізді емдеп, мінекей Құдайға шүкір қазір ептеп жақсы болып қалдық. Бірақ сонда да әлде емделу керек, Кореяға бару керек. Мысалы, бетім болсын, қолым болсын, мен қолым әлі істемейді қазір. Оның бәрін емдедік, оның бәрі қаражатқа кетіп тіреледі. Енді осы оқиғаны, мысалы, енді қайталанбасын деп, міне осы соттасып жатқан мақсаты да сол, енді қайталанбасын осындай оқиға. Мінекей бүгін осы 2-3 күн болды, мінекей 8 адам тағы да ожог алды сол заводтан. Енді бұл жерде крышевать етіп отырған кім ғой? Нығматуллин ғой. Нығматуллиндер барлығын скрывать ете жауып отырады мысалы. Енді оны ертең осы жерде өзіміз ғой, мысалы, әр қазақ жалғызым дейді ғой. Ертең өзіміздің адамдар, мысалы, әркім нетіп жатқан, өзіміздің біреуміздің бауырымыз, біреуміздің пештер сонда дұрыс істемей ме? Не жоқ әлде анау қауіпсіздік техникасы, ТБ дейді ғой, техника безопасности дұрыс сақталмай ма? Неліктен бұл оқиғалар қайта-қайта қайталанып жатыр? Бұл жердегі оқиғаның бірінші қайталану себебі, бұл жерде бардак, бірінші бардак. Өйткені ана жерде бір мысалы адамның қауіпсіздігін сақтайтын, мысалы, қарапайым киімнің өзі берілмейді, каска берілмейді, қолға перчатка берілмейді, мысалы, оттан қорғайтын. Оттан алдына жұмыс істетіп қойып. Ал енді осыдан кейін адам қалай аман қалады? Ендігі жаңағы несі пеші, 3-ші пеш өзі бұл жерде дұрыс салынбаған пеш та, бұл жерде өзі. Неге жаңағы немен істейтін ғой өзі? Бірдеңе түсіп кетсе ішіне, жаңағы көмірдің ішінде бірдеңе кетіп қалса, өзі атып жіберіп отырады. Ал ол қай уақытта атылады? Бір уақыты жоқ та, ол аяқ астынан тарс етіп атылады, бітті. Ол жерде адам тұрма, не тұрма, күйіп қалады аяқ астынан. Сіздің жағдайыңыз қалай болды? Сол күнді баяндап беріңізші. Мен сол күні сол YDD заводына комиссия келеді деп бізді шақырды. Комиссия келеді, таңғы сағат 6-да жұмысқа шақырды. Таңғы 6-да сол жерде болдық. Сол күні бізге бұнан да шарт қойылды. Таңғы 6-да келсіңдер, кешкі 6-да қайтасыңдар деді. Сол кезде біз жұмысымызды кірістік. Таңертең біздің негізгі жұмысымыз ол жерде мусор жинау, айналадағы мусор жинау. Айналадағы мусорды жинап болдық. Енді обед ішіп отырғанда жаңағы тыбышниктер келеді, өздерінің жаңағы бастықтары, нелер. Сендер заводтың ішіне краскалайсыңдар, ішін тазартасыңдар деп солай айтады. Сосын біз барамыз, үстімізге түк киім бермейді. Осылай барамыз, осы немен, өзіміздің киіммен. Ол жерде киімді де бермейді. Мысалы, өзіміздің киім, сатып алған киім, сонымен бардық. Істедік жұмысты. Аяқ астынан жаңағы пеш атылып, сол кезде 2 адам ожог аламыз. Қанша пайыз болды неңіз? Менікі почти 30% қой. Екінші адам ол бір беті, қолдары күйіп қалған, ол бірақ қаздырмаймын, енді өз үйінде емделген адам. Бірақ больницадан анықтамасы бар ол. Сол ожог алған, күйіп қалған. А сотта сізге неліктен жаңағы төлем өтемақыны төлемейміз деп, қандай себеппен төлемейміз деп жатыр? Бұлардың несі жаңағы істің созбалақтанып жатқаны, жаңағы бізде прокуратураның дұрыс істемегендігі, еңбек инспекциясының өз жұмысын дұрыс істемегендігінің кесірі негізі ең бірінші. Өйткені солар сол күні қалай болды, жаңағы видео айғақтар болсын, бәрін солар жинап алу керек еді ол кезде. Онда ештеңе бұларда түкте жоқ қолдарында. Енді мен өз-өзімнің күйгенімді дәлелдей алмай жүрмін, ашығын айтқанда. Именно YDD заводында күйгенімді дәлелдеймін. Сіз ауруханаға барған жоқсыз ба сонда? Мен ауруханада осы Махажантта жатып шықтым. Махажантта 60 күн жаттым ғой, 50 күн ғой. Ол қағаздары дәлел емес пе сонда сотта? Ол қағаздар дәлел болғанмен, бірақ мен YDD-де жаңағылар менің өзімді кінәлі қылдырып отыр. Мысалы, мен ешқандай кінәм жоқ, бірақ мен 20%, 100% өзім кінәлі деп өзімді. Неге сіз кінәлі дейді? Неге кінәлі болғанда грубо неосторожность дейді. Ол грубо неосторожность деген
мен мысалы пешке бірдеңе лақтырсам, мысалы рас қой, олардың мысалы пешке енді тағы бір немене, мысалы сондай бір жағдай істесем, онда әңгіме жоқ та, менікі кінәлі дейтіндей. Ал мен ол жерде ештеңе істеген жоқпын. Біз істе дегенін істедік, болды. Соның өзіне құрбан яссарович деп солай ақтымды солай жаздық. 80%. Бұл жердің жұмыскерлері өзі жалақысы жақсы ма, жоқ әлде жақсы онша емес пе? Осындай өміріне қауіп төндіретіндей соған тұрарлық па, жоқ па? Біз енді әркім ол жұмысқа мысалы нетіп бармайды ғой, отбасын, семьясын асырайын деп барады әркім. Енді ауыр жұмыс, ыстық және де ақшасы аз бұл жерде. Енді шыны керек. Мысалы соның ішінде қытайлар істейді, қытайлардың алатын 1,5 миллионға дейін асып кетеді, 1,5 миллионнан. Ал біздің қазақтардың, өзіміздің қазақ осы алатындары, мысалы мақтасы 300 бен 350-дің ортасы ана. Ал аналарға анандай 2 есе ақша төленеді. Не себепті қытайларға көп дейді? Өйткені бұлардың аппаратты біледі, өздерінің жаңағындай нелері бар, өздерінің отыратын бір нелері бар, жаңағы әрқайсының бір аппараттары бар, нелері бар, соны білгендіктен нететін шығар, ол жағын мен білмедім. Бірақ айлығы жағында үлкен не бар. Айырмашылық дейсіз ғой. А сіздердің соттарыңыз әлі біткен жоқ па?